Бүгінгі таңдағы жаңашыл ұстаздарға сабақ сапасын арттыру, оның түрлерін жетілдірудің жолдарын іздене отырып, өркениет көшіне жол бастайтын, әрі ұлттық рухта сусындаған, білімді, дарынды азаматтар тәрбиелеу міндеттері тұр. Осындай игі іс-шараның бірі кәсіби қоғамдастық аясында тиімді әдіс-тәсілдер арқылы оқушыларды қалай оқуға үйрену керек дағдыларын қалыптастыру. Бұл табысты сабақтар арқылы жүзеге асырылады. Дәрісімнің мақсаты жаңартылған білім беру мазмұны аясында табысты сабақты жоспарлауды жетілдіру, міндеттерім оқыту үрдісін жоспарлаудағы жүйелік іс-әрекеттік тәсілдерді құрылымдау, оқу үрдісінде белсенді саралап оқу әдістерін тиімді қолдану. Аталған дәрісімді төмендегідей сұрақтар аясында ой бөліскім келеді. Оқудың қандай белгісіне қарап табысты сабақ деп айта аламыз? Табысты сабақты қандай қағидаттар арқылы жүзеге асырамыз? Табысты сабақты жоспарлаудың кезеңдері қандай? Сыныптағы табысты сабақты басқару тәсілдері арқылы оқушыларға кездескен кедергілерді қалай жеңеміз? Саралап оқыту тәсілдерін тиімді қалай пайдаланамыз? Жоспарлау кезінде оқушының бұрыннан бар тәжірибесі мен үлгерімін қаншалықты ескереміз? Оқудың табыстылығы пәннің ерекшелігіне сәйкес тиімді тәсілдерді таңдай білетін мұғалімнің шеберлігімен қатар, оның оқушыларға деген сүйіспеншілігі, мәдениеті де маңызды. Дегенмен, сабақтың табыстылығы тек қана мұғалімге ғана қатысты емес, ол оқушының ынта-жігеріне және білім алуға деген өздерінің жауапкершілігіне де байланысты. Сабақта әрбір оқушының өзіндік маңызын, өзінің қаншалықты табысты болғанын сезіне білуі, мәңгілік елдің оқушыларының теориялық білімді тәжірибеде ұштастырып, өмірмен байланыстырып, өз болжамдарын жасауға негізделеді. Бұл үшін мұғалім сыныпта оқуға үйрететін білім ортасын құруы қажет. Ол төмендегідей қағидаттар арқылы жүзеге асырылады. Яғни сабақта еркіндік қағидатын пайдалану, әрбір оқушының өзін таныта білуге мүмкіндік туғызу. Серіктестік қағидаты мұғалім мен оқушының арасындағы бірлесе жұмыс жасау әрекеті және бір-бірлерін қолдауы. Сенімділік қағидаты сабақтың да оқушылардың жоғарғы жетістікке жететіндігіне мол сенім арту. Толеранттық қағидатында оқушының жеке ерекшеліктерін ескере отырып, өзінің дамуына қолайлы орта жасау. Осы аталған қағидаттарды жүзеге асыру белсенді сабақта мұғалім мен оқушының арасындағы қызметі мен іс-әрекетінің арасындағы үлкен өзгеріс бар екендігін көрсетеді. Ол сабақты жоспарлау барысында мұғалім өзінің әрекеті мен оқушының әрекетін анық көрсетеді. Белсенді оқытудың мәні оқу үдерісін іс жүзінде барлық оқушыларды таным үрдісіне тартатындай етіп ұйымдастыруда. Ол жерде оқушылардың әрекеттері танымдық, коммуникативтік және өзін-өзі басқару арқылы жүзеге асырылады. Бұл оқушылардың бірігіп оқу қабілеттеріне ықпал ететіндей сабақтың үйлесімді құрылған бірнеше кезеңдері арқылы жүзеге асырылады. Осы орайда мен американдық психолог Дэвид Коллоптың тиімді сабақты жоспарлаудың кезеңдерін ұсынғым келіп тұр. Ол кезеңдер: бірінші кезеңі уәждеу, жаңа тақырыпты жариялау, өткен тақырыпты қайталау, бекіту. Бұл сабақтың 30%-ын құрайды. Ал екінші кезеңде жаңа материалды меңгерту кезеңі. Бұл сабақтың өн бойында 50%-ын құрайды. Ал үшінші кезең бағалау және дебрифинг, рефлексия сабақтың 20%-ын құрайды. Сабақ кезінде жүргізілетін оқыту нақты смарт мақсаттары арқылы жүзеге асыру керек. Мақсаттардың өзі 3 түрге бөлінеді. Оқу мақсаты, сабақ мақсаты, тілдік мақсат.
оқу мақсатында, оқу бағдарламасындағы берілген оқу мақсатын жүзеге асыруда нені оқып білу керек және бағалау критериялары оқу мақсаттарына жетудің қадамдарын көрсететіндей болуы қажет. Ал сабақ мақсаты оқу мақсаттарына, оқу бағдарламасындағы оқу мақсаттарына сәйкес келуі керек, бірақ оқу мақсаттарының барлық тармақтарын қамтуы мүмкін емес. Бұл сабақта міндетті емес. Бұл сабақта мұғалімнің не істейтіні емес, оқушылардың немен айналысатындығына назар аударылады. Сабақты жоспарлауға, оқуды бағалауға, оқыту мен оқуды бағамдауды жеңілдетуге көмектеседі. Ал тілдік мақсат бұл оқушылардың өз білімін ауызша, жазбаша, тіл арқылы қалай көрсететіндігіне түсіндіруді білдіреді. Ол сабақ үстінде тілдік мақсаттар болжамдары белгіленеді. Және оқушы оқу үрдісіне белсенді араласқанда ғана жаңа материалды меңгере алады. Сабақтың уәждеу бастапқы кезеңі бұл уәждеу кезеңі. Бұл жерде ол оқушылардың зейінін сабаққа шоғырландырады. Қызықтырамыз және сабақта не үйренетіндігі, білімнің қажеті мен пайдалы екендігін көрсетеміз. Бұл жерде оқушылардың ішкі уәжі оқу материалын, жаңа материалды игеруге әсер ететіндей, тікелей әсер ететіндей ширату жаттығуларын таңдаймыз. Мысалы, құпия зат тәсілдерін пайдалануға болады. Бұл жерде заттарды, сыныптың ішіндегі заттарды ойын ретінде жасырып, сол жерде құпия затты табу арқылы бүгінгі сабақтың мақсатын анықтатуымызға болады. Немесе қазына іздеу жолында сабақ тақырыбына қатысты ақпараттар жасырылады. Оқушылар жасырылған ақпараттың ішінен керегін табады. Ал оны күрделендіру мақсатында сабаққа қатысты емес те ақпараттарды жасыруымызға болады. Сонымен қатар тақырыпқа қатысты 10 сөз ойла. Яғни нақты сол тақырыпқа байланысты ұғымдар беріледі. Сол 10 сұраққа белгіленген уақыттың аралығында оқушылар өздерінің сөз тізбектерін жасауы қажет. Бұл кезеңде сабақтың оқу мақсатын оқушылардың түсінуіне жағдай жасалыну керек. Және өткен тақырыпты бекітуде оқушылардың қызығушылықтары мен жаңа материалдарды меңгерудің тиімділігін көтерумен қатар оқушылардың санасында пән бойындағы білімнің бірізділігіне назар аударылады. Және оқушының бастапқы білімі мен дағдыларын ескергенде ғана маңызды, мәнді болады. Сондықтан да табысты сабақты жоспарлау кезінде өтілген тақырыптарды тексерген кезде, үй тапсырмасы тексергенде түрлі топтың ішінде ыстық орынды, аквариум, үштік әңгіме, немесе білім футболы сияқты тәсілдерді топаралық топтың ішінде пайдалануға болады. Жалпы оқушыға бағдарланған оқыту ортасында мұғалім оқушылардың сыныпқа келген кезден бастапқы сенімдерін, білімі мен өзінді ойын негізге ала отырып, өз пайымдарын жасауға қабілетті екендігін түсіндіреді. Егер де оқу үдерісіндегі оқушы мен оқу материалын жалғастыратын көпір нақты тұрғызылатын болса, алынатын білім мәнді болады. Енді сабақтың келесі кезеңінде жаңа материалды меңгеру кезеңі. Бұл жерде негізінен модельденген, басқарылатын, яғни мұғалімнің жетекшілігімен жүргізілетін, сонымен қатар бірлескен, өз бетімен жүргізілетін жұмыстар осы табысты сабақтың тиімді компоненттерін құрайды. Жаңа тақырыпты таныстыру кезеңінде болжау, аналитикалық қабілеттерді дамыту, ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларын дамыту, пікірталас ұйымдастыру тәсілдері қолданылады. Бұл жерде, яғни топтық таныстырылымдар, сіз қаншалықты сенесіз, немесе графикалық органайзерлер тәсілдерін пайдалануға болады. Жаңа тақырыпты меңгерудегі тиімді компоненттің бірі модельдеу. Модельдеу мұғалімнің өзі жоспарлаған әрекеттерді таныстыра отырып,
тапсырмаларды орындаған кезде нұсқау беріп отыруы. Бұл жерде оқушылар үдеріске болжам жасап, талқылау арқылы емес, мұғалімді тыңдап, бақылау арқылы қатысады. Олар өздерінің қайда оқитыны туралы айтады, және оны өздері өз сөздерімен білдіреді. Оны дәлелдеу үшін мысалдар келтіреді. Енді сабақтың басқарылатын оқыту кезеңі, немесе бұл жерде мұғалімнің жетекшілігімен жүргізілетін жұмыстар. Мұғалім жауапкершіліктің басым бөлігін оқушыларға жүктейді. Мұғалім оқушылардың жаңа материалды меңгерудегі дағдылар мен стратегияларының меңгеруін қолдау көрсетіп отырады. Және осы жерде ол көмек беріп, оқушылардың жаңа материалды қаншалықты түсінгендігін, немесе түсінбегендігін анықтайды. Әдетте бұл шағын топтарда жүргізіледі. Жалпы оқушылардың сабақты бірлесе оқу дағдыларын қалыптастыру кезеңінде мұғалім оқушыларды топтауды да саралау жүргізуге болады. Яғни оқу материалын меңгеруде кездейсоқ, аралас, деңгейлік, немесе қалауы бойынша, немесе қыздар мен ұлдардың арасындағы топтар ретінде топты саралауға болады. Бұл оқытудың тиімділігі мен мазмұнын әдістерде ғана тәуелді емес, сонымен қатар оқушылардың тұлғалық жеке ерекшеліктеріне де байланысты жасалынады. Енді оқу материалының түсіндіргеннен кейін, басқарма жұмысы жүргізгеннен кейін, оқушыларда бірлескен жұмыс кезеңі басталады. Бұл тиімді оқыту кезінде мұғалім оқушыларға жаңа материалды қаншалықты меңгергендігін бекіту мақсатында бір-біріне көмектесе отырып, оқушылардың өздеріне одан әрі жауапкершілікті арттыра түседі. Және басқалармен бірігіп жұмыс істеу, сондай-ақ қазіргі әлемдегі табысқа жетудің қажетті екендігіне оқушылардың көздерін жеткізеді. Және өз беттерімен біріге отырып, бірлесе отырып, мәселені шешуге жағдай жасалынады. Енді оқушылар жаңа материалды меңгергеннен кейін өз бетімен жұмыс жасауға тапсырмалар беруге болады. Бұл жерде жалпы білімге бағдарланған оқу ортасында мұғалімдер үстірт оқуға емес, оқушыларды терең білім алуға ынталандырады. Оқушылар тәуекелге барудан қорықпайды бұндай жұмыстарда. Керісінше олар тұйыққа тірелу ол жаңаны білу жолындағы кезекті қадам деп түсінеді. Осы тұста оқушыларға айналмалы бекет, карусель, немесе идеялар көрмесі деген сияқты тиімді тәсілдерді пайдалануға болады. Енді сабақтың ынталандырушы бөлімі бұл бағалау кезеңі. Бағалау сабақтың өн бойында жүріп отырады. Бұл кезең тексеруге емес, оқушыларды ынталандыруға бағытталған кезең. Сондықтан да тәжірибеде оқу мазмұны мен нәтижелерді бақылауда, тәжірибеде қалыптастырушы бағалау тапсырмаларын дайындап, сол қалыптастырушы бағалаудың тиімді жүргізілуі үшін бұрыштар, конверттегі сұрақ, элективті тест, немесе пікір алмасу сияқты тәсілдерді пайдалануымызға болады. Сабақтың қорытынды кезеңі негізінен бұл рефлексия кезеңі. Дебрифинг немесе рефлексия кезінде оқушылар өз идеялары туралы бүгінгі сабаққа рефлексия жасайды. Және оны өздерінің бүгінгі сабаққа байланысты өз ойларын түрлі мұғалімнің шебер ұйымдастырған тәсілдері арқылы жүзеге асырады. Ол мысалға сыныптан шығу билеті, немесе жұмбақ сөздер, тізбектен түсіп қалу, немесе 5-5-1 тәсілдер арқылы. Яғни мысалы 5-5-1 тәсілінде оқушылар сабақтың кезінде 5 сөйлем ойлайды, 5 сөйлемді 5 сөзге қысқартады, 5 сөзді 5-5-тен қысқартып, соңында түйінді бір сөзбен өздерінің ойларымен сабақты қорытындылайды. Жалпы табысты сабақты жоспарлауға байланысты дәрісімді
дәрісімді осы табысты сабақты зерттеген Ричард Дарнттың табысты сабақтың 5 сабақты жоспарлаудың үздік 5 үлгісімен аяқтағым келіпті. 5 белгісімен аяқтағым келеді. Ол бірінші, сабақ мақсатын жоспарлауда сабақ мақсатын нақты қою. Екіншіден, мақсатқа байланысты нәтижені анықтау. Мақсатқа байланысты ұтымды, тиімді тәсілдерді пайдалану. Және сабақтағы сараланған тапсырмаларды жіктеу. Сонымен қатар оқушыларға жоғарғы деңгейлі сұрақтар дайындау. Дегенмен, табысты сабақты жоспарлау, жалпы сабақтың тиімділігін арттыру әрбір педагогтың қолынан келетіндігіне біз сенімдіміз. Осындай игі бастамаларыңызға сәттілік тілеймін және сәттілік тілей отырып, дәрісімді аяқтаймын. Сау саламатта болыңыздар.